Қазақ қыз орысқа күйеуге шығады. Бір күні күйеу жұмыстан келе жатып, көзіне талдың шыбығы тиіп, көзін ауыртып алады. Үйіне жынданып келіп, талды кесіп тастамақшы болып, қолараны іздеп, таппаған соң әйеліне: «Где пила?» Әйелі: «Ішкен жоқпын». Күйеуі: «Ей, пила где, говорю?» Әйелі: «Шын айтамын, ішкен жоқпын». Күйеуі: «Дура, где пила?» Әйелі: «Көршінікінде, аз іштім». Күйеуі: «Зачем дала?» Әйелі: «Мас болып қалыппын». Отағасы: «Бүгін екеуміздің шаңырақ көтергенімізге бақандай 15 жыл болыпты. Қорадағы семіз қошқарды соймадық па? Қуасың ба? Малдың не жазығы бар? Екеумізді таныстырған Нұрсұлтанды сояйық». Мектепке келген жаңа тарих мұғалімі оқушылардың білім деңгейін тексеру мақсатымен «Отырарды кімдер алды?» деп сұрапты. «Апай, біз емес алған». Оқушылардың төмен деңгейіне ашынған мұғалім директорге барып: «Оқушылар тіпті отырарды кімдер алғанын білмейді» десе, директор: «Ой, қорықпаңыз, кім алса да жылдың соңына дейін қайтармаса, оқудан шығарып жібереміз» депті. «Жаным, не ойлап отырсың? Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын». «Ұялмайсың ба, ұятсыз?» Дәрігер: «Мен не істесем де барын 10 рет қайталаймын. Өзімді өте жаман сезінемін. Бірақ әйелім разы. Бір күні бір жігіт Құдайдан сұрапты: «Неге қыздардың бәрі сыпайы, мейірімді, нәзік, ал әйелдердің бәрі ұрысқақ, ашуланшақ?» Сонда Құдай: «Қыздарды жарататын мен, ал олардан әйел жасайтын сендер» депті. Ұйықтап жатқан майы қызметкері ұйқысырап: «КамАЗ, КамАЗ» десе, әйелі атып тұрып: «Пустой» деп жатқызатын көрінеді. «Алло, милиция, мен жолда кетіп бара жатып, машинамен бір малды басып кеттім». «Ештеңе етпейді. Малды жолдың шетіне қойып, жолыңызды жалғастыра беріңіз. Кейін штрафын төлерсіз». «Аха, болды. Ал оның велосипедін не қылайын?» Екі балықшы кездеседі. Біреуі екіншісіне: «Мен кеше өзімнің қолымдай балық ұстадым». «Алдамаш. Балықтар ондай жүн болмайды ғой». Өлім аузында жатқан бір кемпір стакан сүттен басқа ештеңе ішпейді екен. Балалары ішетін сүтіне шай қасықпен жарты қасық виски беріпті. Келесі күні бір қасық. Одан кейін сүттің жартысына дейін құйыпты. Содан бір ай ішінде сүттің орнына таза виски болыпты. Әлгі кемпір аяққа тұрып, балаларын жинап айтады екен: «Анау қорада тұрған сиырды ешқашан сатпаңдар». Бір жігіт жастайынан аурушыл болып, үйленіп, бала шағалы болғанда, аурудан ерте өлетінін біліп, баласын шақырып алып айтқан екен: «Балам, мен өлген соң, адамдар әкең неден өлді десе, спидтен өлді дей сал». Сөйтсе баласы шошып кетіп: «Әке, оныңыз не? Ел жұртқа масқара боламыз ғой, неге олай дейсіз?» «Зато шешеңе ешкім піспейді». Көшеде екі мас жігіт қыздың соңынан еріп бара жатып: «Қарындас, сіз сұлулық салонына барғансыз-ау?» Қыз: «Иә» депті майысып. «Бәлкім жабық болған шығар». Әйелі есіктен кіре салысымен күйеуінің басынан бір ұрыпты. Күйеуі: «Айбай басым, жынсың бе?» десе, әйелі: «Сен мені 2 жылдан бері бегемот деп атап жүргенің үшін» депті. «2 жылдан бері ашуың енді келіп қалды ма?» десе, әйелі: «Ей ақымақ, бегемоттың не екенін бүгін зоопарктен көріп білдім» депті. Бір күні жындыхананың асханасында жындыларды тексеру үшін ауруларға бос ыдыс беріпті. Бәрі ішіп отырғандай болып отырады. Біреуі ғана ештеңе істемей отырады екен. Сонда бір тексеруші: «Мынау кішкене жазылайын деген екен» деп ойлап, оған: «Неге ішпей отырсың?» деп сұрайды. Сонда анау: «Суығанын күтіп отырмын» депті.